Жалпы қай кезде автокөлікке барып отырдыңыз сонда сіз? Ештеңе көрмесеңіз, ештеңе естімесеңіз? Сол мылтықпен атылған сәттен кейін бір 2 минуттан кейін мен сол кабан машинасына отырдым. Содан кейін где-то 5 минуттан кейін шығып ұлдарға айғайладым. Одан қайтып машинаға отырдым. Жақсы. Ол оқиға болған сәттен кеткеннен кейін жаңа айттыңыз, иә, машинаның қасында пышақты жуған, яғни дизель құйып бердім деп тұрсыз Шынасылдың қолына пышақ жуу үшін. Неге сол сәтте болмасын, неге сіз шара қабылдамадыңыз? Көріп тұрсыз осы пышақ жуып жатқанын. Иә, көрдім. Мен ол кезде ондай жағдай өмірімде болмағаннан кейін біреуінде мылтық болса, біреуінде пышақ тұрса, мен қорықтым, 102-ге звондауға қорықтым. Пышағы бар, мылтығы бар адамдармен жүруге қорықпадыңыз ба? Енді мен артық движение істесем, маған біреу әлі істеп тастай ма деген қауіп болды. Не үшін ондай қауіп болды? Сотталушылар сізбен жүрген кезде сізге қысым көрсетті ма? Ондай қауіп төндіретіндей қауіп төндірді ма жалпы ондай? Жоқ, ондай қысым көрсеткен жоқ, бірақ мен оларды көптен танымаймын ғой. Мен олармен сол кезде араласқаныма өзі где-то бір көпте болған жоқ негізінде. Өте көп араласқан жоқпыз. Мен оларды жақсы таныған жоқпын ешқайсысын. Көп араласпасыз, бірақ сол кезде кафеге шақырған соң барғанбыз, иә. Жақсы, әзірше сұрақ жоқ. Айтып отырған бар ма? Сұрақтарыңыз қоя беріңізге болады. Айтыңызшы, Дана, сіз Эльмирамен қанша уақыт танысыз? Ау? Эльмирамен қанша уақыт танысыз? Эльмирамен сол уақытқа дейін где-то 3 ай. 3 айда, иә? Жақсы, сіз ана автокөлік оқиға орын алғаннан кейін Мерседеске отырдыңыздар, иә? Қасыңызда Эльмира болды, ішінде қандай әңгімелер болды? Пышақ жайлы әңгіме болды ма? Жоқ, пышақ жайлы әңгімені естіген жоқпын, мән берген жоқпын ондай әңгіме болса да. Бірақ Нұрқайысқа біреу звондап, Питаққа келіңдер деп айтқан. Или Нұрқайыс айтты ма, сондай Питаққа келіңдер, өзіміздің Питаққа шақырды ма, сондай бір әлі болды. Жақсы, тағы мынандай сұрақ. Сіз мына берген жауаптарыңыз бәріне бас тартпайсыз ғой, иә? Тергеуде берген. Ешқандай бір шок жағдайда болған жоқсыз ғой? Шок жағдайда болған жоқпын, иә, қорықтым. Қорықтыңыз, тек қорықтым. Енді айтып беріңізші, бесі күні Эльмирамен бірге алып жүрді ма тергеу әрекеттеріне? Үші күні сол түнде ұстады ғой. Түнде ұстағаннан бізді 4 күні келесі түнге дейін 1 сутка ұстады. Сол кезде екеуміз екі жақта жүрдік. Ал көрген жоқсыздар? Иә, екеуміз екі жақтан алды просто. Мен сұрағым жоқ, құрметті. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Қойыңыз. Жәбірленушінің өкілі Бағдат Амандосова. Айтыңызшы, сіз жаңағы құрбыңыз Эльмираға тауда тұрған жерде сіздер ана дези алып, жаңа өзіңіз айттыңыз, пышақтың жаңа жүзін жууға құйдым дедіңіз. Содан кейін бір тау жаққа қарай кеттік дедіңіз бе? Сол кездерде айттыңыз ба? Такси шақыртуға бір әрекеттер жасадыңыз ба кетіп қалуға? Иә, біз Тресемерка жақтан қайтайық дегенде, олар қазір мені талғарға түсеміз, апарып тастаймыз деді. Одан тау жақта уже бізде сет ұстаған жоқ о жақта. О жақта вообще сет ұстамайды. Содан ұлдар уже талғарға түсеміз, жүріңдер үйге апара жатқан біз негізінде. Сол кезде ойлағанбыз қазір талғарға жеткенде дальше өзіміз жүзекке немесе жаңа полиция қызметкерлеріне звондап, немесе барып ескертеміз деп. Сол кезде бізде жолдан уже ұстаған сотрудниктер. Біз сол кезде үйге апара жатқан болатын олар. Сіз жаңа